Көктем, күз мезгілінде серуендеп жүріп бір нәрсені байқамай қалуы мүмкін. Ол кішкентай, бірақ ол өте қауіпті. Ол сенің денеңе жабысып, қаныңды ішеді. Ал ең қорқыныштысы, сен оны бірден сезбеуің мүмкін. Бұл кене. Бүгін сен кене туралы ешкім айтпайтын шындықты білесің. Сәлем достар, жануарлар шындығы каналына қош келдіңіз. Ал енді бастайық. Кене жәндік емес. Ол өрмекші тәрізділерге жатады, яғни өрмекшіге жақын. Олардың 8 аяғы бар. Өте кішкентай, бірақ өте қауіпті. Кейбір кенелерді көзбен әрең көресің, бірақ олардың әсері өте үлкен болуы мүмкін. Кенелер көбінесе шөптің арасында, орманда, бұталардың үстінде, малдың жанында. Олар ағашта отырмайды, көбіне төменде жасырынып жатады. Сен жанынан өткенде олар бірден жабысып алады. Кене ешқашан секірмейді, ешқашан ұшпайды, ол күтеді. Сен жақындаған сәтте ол киіміңе немесе теріңе жабысады. Сосын баяу, ыңғайлы жер іздейді. Мысалы мойын, құлақтың арты, қолтық, тізенің арты, шаштың арасы. Сол жерде ол теріңді тесіп, қаныңды іше бастайды. Кененің ең үлкен қауіптілігі оның ауру тасымалдауы. Олар энцефалит, боррелиоз, басқа да инфекциялар таратады. Кейде бір ғана кене адамды ауыр жағдайға түсіруі мүмкін. Кенелер өте төзімді. Олар ұзақ уақыт аш жүре алады, суыққа төзімді, бірнеше ай қозғалмай жата алады. Ал ең қызығы, олар иіс арқылы адамды табады. Сенің деміңді сезеді. Кенелер тек адамға емес, жануарға да қауіпті. Олар иттерге, сиырларға, жылқыларға да жабысады. Кейде жануар қатты ауырып қалады. Егер сен табиғатқа шықсаң, жабық киім ки, шалбарды шұлықтың ішіне сал, ашық түсті киім таңда, денеңді тексер. Егер кене жабысып қалса, оны жұлып тастама, ақырын алып тастау керек. Міне, көп адам білмейтін фактілер. Кене 2-3 жыл тамақсыз өмір сүре алады. Кейбірі денеден өзі түсіп кетеді. Олар өте баяу, бірақ өте қауіпті. Бір кішкентай кене ең үлкен проблема тудыруы мүмкін. Кене кішкентай ғана тіршілік иесі, бірақ оның қаупі өте үлкен. Келесіде табиғатқа шыққанда сақ бол, себебі ең қауіпті нәрсе көзге көрінбейтін нәрсе. Кенелер өте қатал жағдайларда да тірі қала алады. Олар плюс 40 градусқа дейінгі ыстықта да және минус 20 градусқа дейінгі суыққа да төзеді. Кейбір түрлері анабиоз күйіне еніп, 1 жылға жуық уақыт тамақсыз өмір сүре алады. Ең ірі кенелердің ұзындығы 3 сантиметрге жетуі мүмкін, бірақ көбісі бірнеше миллиметр ғана болады. Ұрғашы кенелер әдетте үлкенірек және қанмен қоректенгеннен кейін денесі бірнеше есе ұлғаяды. Бұл оларға жұмыртқа салуға қажетті энергия жинауға мүмкіндік береді. Кенелер тек қанмен қоректенеді. Олар теріні арнайы сорғыш тістерімен тесіп, қан соратын түтік арқылы қоректенеді. Олардың сілекейі ауырсынуды басатын және қанның ұюын тежейтін заттарды қамтиды. Кейбір кенелер иесінің денесінде бірнеше сағаттан бірнеше күнге дейін бола алады. Осы уақытта олардың салмағы 10-даған есе артады. Қоректеніп болған соң олар түсіп қалып, көбею кезеңіне өтеді. Кенелер секіре ұша да алмайды. Олар шөптің немесе бұтаның ұшында отырып, алдындағы аяқтарын көтеріп, аңдып күтеді. Жануар немесе адам жақындағанда кене бірден жабысып алады. Кененің сілекейінде 100-ден астам түрлі ақуыз бар. Олардың әрқайсысы ерекше қасиетке ие. Кейбір ақуыздар адамның иммундық жүйесін әлсіретіп, организмнің реакциясын тежейді. Ғалымдар осы ақуыздарды дәрі жасау мақсатында зерттеуде. Ұрғашы кене бір мезетте бірнеше 100-ден бірнеше мыңға дейін жұмыртқа сала алады. Түріне байланысты өмірлік цикл бірнеше айдан бірнеше жылға дейін созылады. Кене 4 даму кезеңінен өтеді. Жұмыртқа, дернәсіл, нимфа және ересек дара. Кенелер 20-дан астам қауіпті аурудың тасымалдаушысы болып табылады. Солардың ішінде ең белгілері лайм ауруы, кене энцефалиті және бевезиоз. Бұл аурулар кене шаққан кезде сілекей арқылы жұғады. Кенелер орманда, далада, бақта және қала саябақтарында да кездеседі.
Олар көбінесе көктем мен күз мезгілдерінде белсенді болады, себебі +10 мен +25 градус аралығындағы ауа температурасы оларға ең қолайлы. Ыстықта немесе аязда олардың белсенділігі төмендейді. Кенелер су астында 2 аптаға дейін тірі бола алады, себебі олардың тыныс тесіктері уақытша жабылып су кірмейді. Бұл қасиет жаңбыр мен су тасқыны кезінде тірі қалуға мүмкіндік береді. Кененің шағуы бірден сезілмейді. Адам ауырсынуды байқамай, паразит бірнеше сағат немесе тіпті күні бойы теріде болуы мүмкін. Сондықтан табиғатта серуендеп болғаннан кейін денені мұқият тексеру қажет. Кенелер табиғаттағы ең ғажайып әрі айлалы тіршілік иелерінің бірі. Бұл деректер ең кішкентай жаратылыстардың да экожүйеге және адам өміріне үлкен әсер ете алатынын дәлелдейді. Кенелер туралы білім өзімізді және айналамызды қорғаудың ең тиімді жолы. Айтпақшы, мені де кене шағып, шашымның арасынан өте үлкен күйде шығып, мойныма, құлағымның артына бездер шығып, ауруханада ем алдым. Содан бері ауылда бақшаға шығатын кезде балаларыма кәдімгі әр үйден табылатын хош иісті әтірді сеуіп шығамыз. Әтір иісі кенеге қанның иісін сезуіне қиын болады екен. Бұл сәл де болса қорғанудың тәсілі. Аман болыңыздар, бар болыңыздар, барынша сақтанайық. Кене өте кішкентай жәндік болғанымен, ол өте қауіпті екенін ұмытпайық. Каналға тіркеліп, лайк басып, өзіңіз білетін ақпараттарды комментарийға жазып, бөлісе отырыңыз. Алдын ала рахмет айтамын.